Сәлем достар, сіздермен бірге Бинар Қуанышқызы, және біз бүгін алдыңғы сабақта бастаған геометрия деген үлкен тараудың екінші сабағын өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Біздің бүгін өтетін тақырыбымыз ол сәуле және кесінді, одан кейін кесіндің ұзындығын өлшеу. Біз бұл сабақта сәуленің және кесіндің не екенін, одан кейін оны біз қалай өлшей аламыз деген сұрақтарға толық жауап беретін боламыз. Және осы арқылы өзіміздің білімімізді кеңейтеміз. Ендеше кіріспеден бастайық. Мына видеоларға назар аударыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде маякты көріп тұрмыз, иә? Және маяктың қызметі қандай? Ол теңізде кемелерге осылай жарық шашу арқылы жол нұсқайды. Ал мына жерде күннің жарығы қалай мына қыздың бетіне түсіп тұрғанын көреміз. Енді бұның біздің бүгін өтетін тақырыбымызға байланысы қандай? Бұл екеуі де сәулеге мысал. Неге? Себебі оның бір шығатын нүктесі бар, және екінші бөлігі ұзынан ұзақ созылып жатыр. Қазір оның анықтамасын көрген кезде бұның қандай байланысы бар екенін байқайтын боласыздар. Келесі, мына суреттерден ортақ не бар дейтін болсақ, бұл суреттердің бәріне ортақ кесінді бар. Мына бірінші мысал. Бұл жүргінші жолы, және бұндағы жолақтардың бәрі де кесіндінің сипаттары. Себебі оның екі жағы шектелген, және оны біз өлшей аламыз. Ал мына жерде бұл жүргінші жолындағы бір ереже тақтайшасы, иә? Бұл тақтайшада мына шеті, қырлары барлығын өлшеуге болады. Түзу сызық бекітілген, екі шеттері қиылып алынған десек болады. Біз қарапайым өмірде көрген кез келген екі жері шектелген түзу сызықтың бәрі кесіндіге мысал. Мысалы, есіктің жақтаулары, одан кейін дәптердің шеті, кітаптың бұрышы деген сияқты. Ал мына жерде біз әйнек, терезені көреміз. Бұл терезенің мына жақтаулары, одан кейін ішіндегі мына торларының барлығы бөліктеп алатын болсақ, кесіндінің мысалдары екен. Ендеше ары қарай кеттік. Термин түріне, яғни оқулықтың анықтамасына көшейік. Бұл жерде кесінді не? Кесінді дегеніміз екі нүктемен шектелген түзу сызықтың бөлігі. Демек, біз алдыңғы тақырыпта түзудің не екенін өттік. Түзу ұзыннан ұзақ созылып жатқан, екі жағы шектелмеген шексіз сызық дедік. Ал кесінді оның бір бөлігі. Оны қиып алсақ, кесінді шығады. Мысалы, мынау шексіз түзу деп ойлайық. Мен бұл жерден А деген нүктені алдым, және В деген нүктені алдым. Және бұл екі нүктені алу арқылы мен бір кесіндіні қиып алдым. Кесіндіміз қалай белгілейміз? АВ деп алдым мен. Латынның кез келген үлкен екі әрпін алып жазсаңыздар болады. Осы арқылы кесіндіні белгілесек болады. Біз кесінді тек өлшеп қана қоймай, біз оған амалдарды қолдана аламыз. Мына жерде азайту және қосуға мысалдар. Мысалы, жаңа алып қойған АВ деген кесіндіні алайық. Бұл кесіндінің ортасына К деген нүкте белгілеп алдым. Кез келген жерден белгілесеңіз де болады, дәптерге сызып алыңыздар дәл осылай. Енді бұл К деген нүкте белгілеу арқылы біз үлкен жаңағы АВ деген кесіндіні екі бөлікке бөлдік. Мысалы, мына жерінде АК деген бөлік пайда болса, одан кейін КВ деген бөлік пайда болды. Енді бұған амал қолдану қалай болады? Мысалы, АК деген бөліктің өлшемін, ұзындығын табу үшін біз не істейміз? АВ деген ол жатқан үлкен мына кесіндіден оның жартысы, яғни КВ деген бөлікті алып тастаймыз. Сол кезде бізде АК пайда болады. Дәл солай, мына үлкен АВ деген кесінді белгісіз болса, біз оның екі құрамдас бөлігі мына АК-ға КВ-ны қосу арқылы осы АВ-ның өлшемін алсақ болады екен. Демек, біз кесіні тек өлшеп қана қоймай, оған амалдар да қолдана аламыз. Енді келесі. Сәуле дегеніміз бұл бір нүктеден бастап екінші жаққа қарай шексіз созылатын түзу сызықтың бөлігі. Бағанада айтып өттік мысалда. Демек, сәуленің бір ұшы бекітілген болады, ал екінші ұшы бекітілмей шексіз созылып жатады. Кесіндіден басты айырмашылығы да сол. Кесінді екі жағында шектелген болса, сәуленің бір жағы шексіз болады. Сондықтан біз осындай белгілеген кезде стрелкамен белгілеп қоямыз. Біз бұны дәптерге жазғанда немесе оқулықтардан қалай көреміз? Латынның жаңағы екі әрпін аламыз. А, В деп кез келген әріп алсаңыздар болады. Мысалы, Н, М деген сияқты.
бірінші әріп бұл бізде сол сәуленің бастапқы нүктесі болса, екінші әріп осы сәуленің бойындағы бір кез келген жерден нүкте қойып, сол нүктені белгілесек болады. Осылай АВ деп жазып аламыз. Немесе бұған альтернатива қандай? Латынның кіші тек бір әрпін пайдаланып, осылай да белгілеп қоюға болады. Мына жерде лазердің сәулесін мен Д деп белгілеп алдым. Демек, сәуле дегеніміз не? Бұл бастауы бар, бірақ соңы жоқ. Дәл солай өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңізге белгілеп жазып алыңыздар. Болашақта есеп шығарғанда қажет болады. Ендеше кеттік. Біз мына кесіндінің ұзындығын қалай өлшейміз деген сұраққа жауап берейік. Бағана айтып кеттік. Біз кесіндіні өлшей аламыз деп. Оны қалай өлшейміз? Кесіндінің ұзындығы бұл бірлік кесіндіні берілген кесіндінің бойында неше рет орналастыруға болатынын көрсететін оң сан. Бұл оқулықтың берген анықтамасы. Бірлік кесінді дегеніміз не? Өзінің аты айтып тұр, бірлік деп. Яғни сіздердің дәптерлеріңізде былай екі торкөзді есептесек болады. Бұл сызғышпен есептесеңіздер 1 сантиметрдің өлшемін береді. Бірлік кесіндінің өлшемі сол 1 сантиметр. Мысалы, мына кайл деген түзуді сызғышпен өлшеп дәптерлеріңізге сызыңыздар. Одан кейін ұзындық қанша шықты? Өлшесеңіздер, мысалы 15 сантиметр дейік. Демек, кайл 15 бірлік кесіндіден тұрады дегенді білдіреді. Енді мына кішігірім есептерге практика жасап көрейік. Сіздерге бекіту сабағы ретінде, мысалы, 3/5 суретті берейін мына жерде. Мына ұзын түзудің бойынан 4 нүкте алған, сол арқылы міне бірнеше кесінді шығарған. Және бірінші есепте не сұрап тұр бізде? АВ және СД екі кесінді бір-біріне тең дейді. Ал АС деген кесінді 6 сантиметр. Бізге ВД-ны есептеп табыңдар дейді. Енді біз бұл есепті дәлелдеу арқылы шығара аламыз. Мысалы, жаңа айтқандай, амалдар қолданғандай, біз мына ВЦ деген ортадағы бөліктің қанша екенін есептеп алуымыз керек. Немесе бұл нешеге тең. Мысалы, АС 6 болатын болса, одан мына АВ деген бөлікті алып тастасақ, бізде ВЦ-ның мәні шығады. Ал дәл солай біз іздеп тұрған ВД деген бөліктен СД, яғни АВ екеуі тең. Сол бөлікті алып тастасақ, қайттан ВЦ шығады. Демек, біз не көреміз? АС-ға да ВД-ға да ортақ бөлік бар, ол ВЦ. Демек, екеуде де ВЦ деген бөлік өлшемі тең. Ал АВ мен СД онсыз да тең болғандықтан, біз қандай дәлелдеуге келеміз соңында? Бізге белгісіз болып тұрған ВД деген мына үлкен бөлік, бізге беріліп тұрған АС деген 6 сантиметр бөлікке тең. Демек, 6 сантиметр. Енді екінші есепке назар аударайық. Екінші есепте АС мен жаңа ВД-ның тең екенін айтып тұр өзі-ақ. АС 10 сантиметр, СД 4 сантиметр дейді. Бізге мына ортадағы белгісіз бөліктің өлшемін табу керек. Біз оны қалай есептейміз? Жаңағыдай азайту амалын қолданамыз. Біз ВД-ның АС-мен тең, яғни 10 сантиметр екенін біліп тұрмыз. Демек, мына ортадағы бөлікті табу үшін не істейміз? Одан СД деген кесіндіні азайтып тастаймыз. Сонда бізде не шығады? 10-нан 4 азайтып тастасақ 6 болады. Қарапайым арифметика. Сол арқылы біз ВЦ кесіндісінің ұзындығын тауып алдық. Демек, көріп тұрғандарыңызға ешқандай қиындық жоқ. Амалдар қолдануда осылай А бөлімінің есептерін жеңіл шығарып алсақ болады. Енді ары қарай. Мына жерде кішігірім мысал бар. Біріншісі біз кесіндіге мысал. Анимация ретінде түсірілген. Біріншісі А деген нүкте бұл жағалауды беріп тұр. Ал В деген нүкте бізде арал. Мына қайық осы жағалаудан бастап аралға қарай жол жүреді. Лайн сегмент деп тұр, яғни түзудің қиынысы. Бұны біз өлшей аламыз, ұзындығын біле аламыз, себебі екі жағыда шегі бар, екеуінің де өлшемін табуға болады. Көріп тұрғандарыңыздай өздері өлшеп кетті. Демек, бұл жерде біз не көреміз? АВ кесінді. Дәл осыған сәулегенде мысалы бар. Міне, бұл жаңағы біз бірінші суретте көрген, видеода көрген маяк. Енді маяктың жарығы шексіз созылып жатыр. Біз далаға жоқ, мысалы, фонарикті жақсақ та, оның сәулесі ең соңында қайда жететінін білмейміз, себебі ол шексіз. Бұл да міне А деген нүктеден басталады, және В деген бойында нүкте бар. Осы белгілеу арқылы АВ деген сәулені шығарады. Міне, ол шексіз созылып жатқандықтан біз ұшын осындай стрелка арқылы белгілейміз.
сонда бізде сәуле пайда болды. Енді бұл мысал арқылы меніңше біз кесінді мен сәулені толық ажырата аламыз. Енді бұл сіздерге үй тапсырмасы ретінде берілген есеп, жазып алыңыздар және келесі сабаққа шығарып келсеңіздер, біз келесі сабақтың басында біраз минут бөліп осы есепті талдайтын боламыз. Енді мен айтқым келетіні, сәулені де кесіндіні де біз қарапайым өмірден байқай аламыз, және біз ғылымды қаншалықты өмірден тығыз байланысын көрсек, соншалықты ол бізге түсінікті болады, және өзіміз кәдемсей жарата аламыз. Мына жерде мен ауыл деп алдым, АБЦ нүктелерін. АБЦ 3 ауыл берілген түзу жол бойында, және А мен В ауылдарының арақашықтығы 2 километр болса, А мен С-ның арақашықтығы 5 километр. Бізге іздеп табу керек не нәрсе? В мен С ауылдарының арақашықтығы. Есептің неше шешімі бар? Әрқайсыларыңыз орындасаңыздар, әркім әртүрлі мән шығаруы мүмкін, себебі адамның қиялында шек жоқ. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге Нұр Education, білім нұрынан қуат ал.